Бізде Евроскиллс 2025 чемпионатына дайындық қалай? Осы жылы жаңа форматта европейский стандартпен жұмыс істейміз. Құраманың ерекшелігі неде? біздің мақсат техникалық және кәсіптік білімнің деңгейін көтеру. Қатысушыларды кім іріктеді? Қалай таңдалды олар? Қазіргі талаптардың бірі ағылшын тілі. Әрине Қайырлы күн құрметті көрермен, назарларыңызға келешекке талаппен подкастының кезекті саны. Бүгін біз Евроскиллс Хернинг 2025 чемпионатына Қазақстанның жалпы ұлттық құрамасының дайындығы қандай екенін және қалай жүріп жатқаны туралы сұхбаттасатын боламыз. Бүгінгі қонақтарымыз Елнұр Бекташев, WorldSkills қозғалысын дамыту басқармасының бас менеджері және Романтик гүлдер орталығының аға флористі. Жалпы осы Евроскиллсқа қатысушы, Ержан Балтабай. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді бірінші Елнұр мырза, сізден бастасам. Жалпы Қазақстанның құрамасы, ұлттық құрама бізде Евроскиллс 2025 чемпионатына дайындығы қалай? Жалпы біз дайындықты осыдан 3 ай бұрын бастап кеттік. Біздің қатысушыларымыз 48 күндік оқу жаттығу лагерінен өтті. Одан басқа біз осы жылы бірінші рет жаңа ұрпақ ұйымымен Асхат Абжанов бастаған психикалық подготовканы кәсіпқойлармен өткіздік. Енді жалпы психологиялық дайындығы, қатысушылардың ол қаншалықты маңызды? Осыған дейін ондай дайындықтар болды ма? Осыған дейін әрине ондай дайындықтар болды, бірақ олар жеке әр қатысушы өзінің оқу жаттығу лагері өткен мекемеде бір психологпен өтетін еді. Осы жылы жаңа форматта барлығы бір қалада, бір мекен жайда жиналып, бір аптаның ішінде нағыз дайындық өткізді деп айта аламыз. Жалпы WorldSkills ол жерде тек қана кәсіби дағдыларын сынамайды, сонымен қатар психологиялық және физикалық дағдыларда сыналатын орын. Сол себепті психологиялық дайындық өте маңызды. Сонда бұрындары әр қатысушы жеке дайындалатын, Ал қазір бізде енді барлығы бір алаңда бірікті. Енді өзің айтшы, қатысушы ретінде қатыстың, ерекшелігі неде? Бұрын соңды барып едің, енді қатыстың ба? Әлде бұл сенде алғашқы жарыс па? Жоқ, жарыстарға бұның алдында қатыстым. Мен алтын гүл жарысына қатысқам, осы қазақстандық конкурс болып саналады, флористикадан. Бірақ ол масштабы бұндай емес, WorldSkills сияқты емес. Вообще дайындық бойынша айтатын болсам, дайындық өте керемет өтті. Жаңа ұрпақ программасы маған қатты ұнады. Өйткені команда болып қалдық. Барлық 48 участник, қатысушылардың барлығымен команда болып, бәрімен сөйлесіп, танысып, мен барлығымен танысып көрдім. Барлығы, қалай айтсам екен, өте мықты участниктер. Барлығы өз мамандықтарының білікті студенттері, барлығы ұмтылысы бар. Енді Ержан, бірден психологиялық дайындыққа сұрап кеттім ғой, бірінші өзіңді енді таныстырып өтсек, біздің көрермендерге жалпы қайда білім алдың, неге бұл мамандыққа келдің? Флорист жігіттер көп емес қой әдетте. Қыздар көп қызығатын мамандық сияқты көрінеді. Сол жағынан сұрағым келіп тұр. Мен өзім Арқалық қаласының тумасымын. Осы Астанаға 2021 жылы сервис туризм колледжіне оқуға түсуге келгем. Ландшафтный дизайнер, лесопатолог, орман шаруашылығы ғой. Оқуына түсіп, тәжірибе уақытында мені Романтик гүлдер орталығына жіберді. Осы жаққа келіп, тәжірибе уақытында маған шынымды айтайын қиындау болды. Адамдармен жұмыс істеген, гүлдермен жұмыс істеген, бірақ маған қатты ұнады. Адамдармен сөйлесіп, оларға көмектескенім, гүл арқылы өздерінің сезімдерін, махаббатын көрсетуіне өте қатты қалдым. Жалпы флорист болу ол кез келген гүлді таңдап композиция құрастыра салу ма?
жоқ. Флористикада қаншама өзінің Біз енді тек солай ғана түсінеміз ғой. Флорист ол гүлді жинап беретін адам ретінде ғана. Қандай біз білмейтін тұстары бар бұл мамандықтың? Қара жұмысы көп. Шынымен ішінде қара жұмысы көп. Өйткені поставка келеді, оны қабылдау керек, қаншама вазаны тасу керек. Оның бәрін кесіп, жаңа айтып өттіңіз ғой өзіңіз, көбінесе қыздар жұмыс істейді бізде. И қыздарға шынымен ол қиындау болады. Негізі ауыр, иә? Ауыр жұмыс негізінде. И букет жинаған өзінде де қаншама өзінің ішкі правилалар бар. Гүл жинайтын кезде қаншама өзінің ережелері бар. Сол ережелердің барлығын сақтау керек. Ол жай қаншама гүлді алып букет істей салу деген, ол біз одан өтіп кеттік уже. Ол 2000 жылдағы, 2010 жылдағы гүлдер саласы ол. Біз одан өттік, қазір біз европейский стандартпен жұмыс істейміз, әрбір гүлге қараймыз, уходын істейміз, баптап, гүлді солай ғана береміз. Бұрынғымен салыстырғанда неде ерекшелігі? Ерекшелігі, жоқ, гүлдің сапасы дегенде, қазір логистика оңайырақ бұрынға қараған кезде. Логистикасы оңайырақ болады. Гүлді біз баптағанымыздың өзі басқаша. Өйткені бұрында гүлдерді просто жай букет істеп бере салады тұғын. Біз қазір ол букет істеп берудің алдында әрбір гүлді тазалап береміз, уходын істеп береміз, қасына прикормкаларын қосып береміз гүлге, көбірек тұрсын деп. Әрбір клиентпен өзінің қалауымен кімге беретінін сұрап алып, әр клиентке өз букетін жасап береміз. Өзі қалаған букет. Ал сонда жарыста, енді сен WorldSkills'қа қатыстың ба жалпы? Жоқ, бірінші рет болайын деп. Бірінші рет болайын деп жатырсың. Бірден EuroSkills'тан бастайын деп тұрсың, сонда түсінген. Ол жақта ерекшелік неде сонда? Сіздер тек композиция жинайсыздар ма? Қандай тапсырма шарттар қойылған? EuroSkills'тың ерекшелігі, жарыстың. EuroSkills ол жаңағы европейских стандарттармен жиналады. Әрбір гүлдің өзінің тазалап істеу керек, әрбір гүлді қарап істеу керек, ұқыпты қарау керек гүлдерге. Өйткені оның бәрі істелінбесе, ол баллар кетеді. Тапсырмаларға келген кезде, ол жақта свадебный букет болып келеді, композиция істеу керек гүлдерден, үй гүлдерінен композиция істеу керек, веноктар істеу керек. Және де украшение, свадебный украшение істеу керек. Сонда бірнеше тапсырма болады, иә? 6 тапсырма болады, 6 түрлі. Енді Елнұр мырза, жалпы биылғы құраманың ерекшелігі неде? Мүмкін құзыреттілікте де қандай да өзгерістер орын алған шығар? Мүмкін біздің қатысатын құзыреттіліктің саны көп шығар? Жалпы жоқ, құзыреттік саны сол 25 күйінде қалады. Бірақ біз осы жылы енді Алла қаласа жақсы нәтижелер күтудеміз. Себебі соңғы біздің қатысқан EuroSkills'ымыз, ол жерде бізде күміс, қола жүлделер болды, сонымен қатар медальондар болды. Басқа жылдармен салыстырғанда өте жақсы нәтиже көрсеттік, жоғары нәтиже көрсеттік деп есептеймін. Сол себепті осы жылда да жақсы нәтиже күтеміз. Және бір қайталап айтатын дүние, жылдан жылға біздің оқу жаттығу лагеріміз, жалпы республикалық чемпионаттың деңгейі өсуде. Сол себепті осы жұмыстардың нәтижесі жылдан жылға көрінуде, жылдан жылға біздің халықаралық чемпионаттардағы нәтижеміз, жүлделеріміз сол біздің жұмыстың жемісі деп айтуға болады. Жалпы сол артқа қайтып келсек, психологиялық дайындық, балдар чемпионаттан алдын, сол EuroSkills'қа барудан алдын танысуы, білуі, өзіні сол бір команданың мүшесі екенін сезінуі жақсы нәтиже береді деп үміттенеміз. Бұл керемет бір жеміс алып келу керек. Жалпы енді біздегі ұлттық құраманың, сіздерге ортақ сұрақ қылып қояйыншы, басты мақсаты ол жүлделі орын алу ма, әлде тәжірибе жинақтау ма? Менің ойымша тәжірибе жинақтау. Тәжірибе жинақтап, басқа қатысушыларға көрсетуге, то, что осылай істеуге болады, бірінші орын алуға болады, то, что осылай оларды үйретуге,
өзінен кейін. Аха. Жалпы мен келісемін ержанмен, біз үшін жүлделер, жалпы жүлделі орындар халықаралық чемпионаттарда ол былай жағымды бір бонус деп айтуға болады. Негізгі біздің мақсат техникалық және кәсіптік білімнің деңгейін көтеру, халықаралық стандартқа сай деңгейге көтеру. Сол себепті біздің жылдан жылға қатысқанда біз өзіміздің кемшілігімізді түзеп, одан басқа әрі қарай қай бағытта қозғалуымыз керек, жаңа стандарттар қандай, қазіргі заманның талабы қандай, соны біліп қарап сол бағытта қозғаламыз. Ал біздің енді еліміз жалпы қандай құзыреттілік бойынша басқа өзге елдермен мықты бәсекеге түсе алады деп ойлайсыз? Біз қай жағынан мықтымыз қазір? Біздің ел енді жүлделі орындармен қарасақ, IT саласында, соның ішінде веб технологиялар саласында үздік 5-тікке кіреді деп айтуға болады. Себебі соңғы жылдардың нәтижесі әрине бұл тек қана біздің жұмыс емес, ол біздің халықаралық сарапшының жұмысы, жалпы осы ТЖК бұйымдарының қолдауы деп те айту керек. Біз жыл сайын ол веб технологиядан, одан басқа да IT салалардан жүлделі орындар алудамыз. Одан басқа құрылыс саласы да соңғы жылдары жақсы нәтижелер көрсете бастады. Тек қана құрылыс саласы емес, одан басқа сән технологиясы. Енді флористикаға келсек, біз үшін жаңа бағыт деп айтуға болады. Біз Европада енді екінші рет қатысуымыз. Сол себепті бұл жерде әлі біз жұмысымыз көп. Бірақ флористикада сен алғаш рет барғалы тұрсың. Біздің жалпы бұл құзыреттіліктен алғаш рет қатысушы жіберіп отырсыздар ма? Жоқ, бұл құзыреттіктен екінші қатысушымыз. Бірақ Ержан жай ғана келіп бірден мен Евроскиллсқа барам деп айтқан жоқ, әрине. Бұл оқу жаттығу лагері басталар алдын конкурс жасадық біз. Сол конкурстан өтіп, екі бізде үміткер өтіп, 48 күн ішінде дайындалып, соның үздік өзіні көрсеткен қатысушымыз Европаға жол алып отыр. Ал сонда қатысушыларды кім іріктеді? Қалай таңдалды олар? Қатысушыларды бізде егер ол республикалық чемпионаттың құзыреттілігі болса, біз соңғы 3 жылдықтың жүлделі орын алған қатысушылар арасында халықаралық сарапшымен біз іріктеу жасап таңдаймыз. Осы жылы біз 2 үміткерді дайындадық оқу жаттығу лагерінде. Сол лагер нәтижесі бойынша арасынан мықтысын таңдадық. Енді Ержанның жағдайына келсек, бізде флористика құзыреттілігі республикалық чемпионатта болмағандықтан, біз жаңа бағыт алып, басқа да құзыреттіліктерін дамыту мақсатында флористика мамандығын таңдап, оның ішінде өңірлерге хат жазып, үміткерлерді таңдап, солардың арасында іріктеу жасадық. Сол себепті бұл жерде біздің бағыт шамал басқаша болды. Іріктеу сонда колледж базаларында өтті ма? Барлығы емес, кейбір іріктеулер өндіріс базасында өтті. Бірақ негізгі іріктеулер колледж базасында. Біздің әріптес деп айтуға болады. Қазір көп ТЖК ұйымдары бізге барынша көмектеседі. Осы WorldSkills қозғалысын дамытуға үлесін қосып отыр. Сол себепті оларға да өз алғысымызды білдіреміз. Ал сарапшылар деп отырмыз, эксперттер. Біздің эксперттер қалай таңдалып, қалай іріктеледі? Олардың өздерінде де үлкен бір талап қойылатын шығар. Әрине, біз жыл сайын біздің сарапшылар, халықаралық сарапшылардың қатарын жаңалап отырамыз. Ол жерде қатаң талаптары бар өзінің. Біріншісі әрине сол құзырет бойынша, сол сала бойынша маман болуы, сол салада тәжірибесі болуы,
және балдарды дайындауда тәжірибесі болу, сондай талаптары бар. Одан басқа қазіргі талаптардың бірі ағылшын тілі. Әрине, себебі біз халықаралық чемпионаттарға барғанда біздің халықаралық сарапшылар басқа сарапшылармен қарым-қатынас жасай алу керек. Одан басқа сол қолына берілген тапсырмаларды ол ағылшын тілінде болған үшін оны аудара алу, өзінің қатысушыны жеткізе алу қажет. Сол себепті ол да маңызды бір дағдылардың, талаптардың бірі деп айта аламыз. Сонда өзі жалпы жарыстың процесі қалай өтеді? Бірінші, мысалы, қанша күнге созылады дегенім ғой? Жалпы жарыс бізде 3-4 күнге созылады. Бірақ халықаралық чемпионаттарда бізде сарапшылар жарысқа 2 күн алдын барады. Ол жерде тапсырмалар талқыланады, кейбір оқу жаттығулар болады, сарапшыларға арналған тапсырмалар талқыланып, өзгерістер ендіреді. Ал біздің қатысушылар жарысқа 1 күн қалғанда барады. Жарыстан алдын өзінің алаңмен танысады, қандай құрал жабдықтар болса өзімен алып келген сол құрал жабдықтарды тексереді, қандай шығын материалдар бар екенін қарайды. Былайша айтқанда, бір сөзбен айтқанда алаңмен танысады. Ал жарыс күнде таңертең сарапшылар жиналып талқылап, уақыт бекітіліп, содан кейін қатысушыға тапсырма беріліп, жұмыс бастап кетеді. 3 күннен кейін нәтижелер CIS бағдарламасы арқылы бағаланып, нәтижелер шығады. Ал жалпы Ержан, өзіңнің дайындығың қалай өтіп жатыр? Қайда дайындалып жатырсың қазір? Әлде әзірше дайындалып болып тоқтаттыңдар ма? Бізде дайындық уже өтіп кетті. 48 күн бойы дайындалып, романтик гүлдер орталығында өтті біз дайындығымыз. Дайындық 48 күн өтті. Дайындық өте керемет. Қазіргі таңда мен өз жұмыс істейтін филиалымда тағы да дайындалып жатырмын. Жаңа сен сонда жалпы өзің жұмыс істейсің, иә? Қашаннан бері? Студент болып жүріп жұмысқа кірісіп кеттің ба сонда? Студент болып жүріп жұмысқа кірісіп кеттім. Қазіргі таңда 2,5 жыл болды жұмыс істеп келе жатқаныма, флорист маманы болып. Жалпы флорист маманына деген сұраныс қандай бізде? Жоғары ма? Қазіргі таңда көбісі әлі біле бермей ме? Жоқ, керісінше қазіргі таңда көп адамдар, флористика мектебі бар біздің өзіміздің, қаншама запростар келеді, үйренгілері келеді, тоже осы маманда жұмыс істегілері келеді, қаншама адамдардың. И қазір қыздар ғана емес, олар да қызығып жүр. Өте жақсы. Ал жалпы колледждегі білім жеткілікті ме негізі? Жақсы бере ме білімді? Әрине. Колледжде білім жақсы береді. Ең керек деген базалар барлығын түсіндіріп, өзі үйретіп, қаншама возможностьтар береді колледжде. Бірақ сонда да ол практика уақытында, тәжірибе уақытында оның барлығы. Бірақ сендерде колледжде қазір енді бізде бар, дуалды оқыту жүйесі деп жатамыз. Енді шефтік қамқорлықта жаңағыдай романтик сияқты мекемелер бар. Солар студенттерді алып өздерінің айтуы бойынша дайындайды, немесе шақыртып, яғни тәжірибе жинатады деген сияқты. Ондай мүмкіндіктердің бәрі қарастырылып отыр ғой. Ол бұрындарда солай ма еді негізі? Жоқ, бұрындары шамалы басқаша тұғын. Қалай айтсам екен, шамалы қиындау болды ол жағымен. Бірақ қазіргі таңда біз сервис туризм колледжінде флористика мамандығы пайда болды. Осы алдыңғы жылы пайда болып, уже 1-ші курс бітіріп жатыр флорист мамандықтары. И кезінде сол колледжде оқыған үшін маған көмектесті қаншама. Қазіргі таңда маған флорист жаңағы 1-ші курс оқушыларын маған жібереді. Студенттеріне, тәжірибе уақытына. Тәжірибе уақытына мен оларға үйретіп, оларға көмектесіп, флористика не екенін, қалай жұмыс істеу керек екенін барлығын түсіндіремін. Ал мынау жарысқа енді бара жатырсың ғой, жалпы ол жақтағы өзіңнің бәсекелестерің туралы зерттеп көрдің бе? Білесің бе, қандай елдер болуы мүмкін, қатысушылары туралы? Ол мүмкін бе?
барлығын қарап шықтым, барлығымен танысып шықтым. Өте мықты участник, өте мықты қатысушылар. Қызық болады. Енді біз үлкен нәтижелер күтеміз әрине. Сіздерден де. Жалпы сенің ойыңша енді осы қатысу барысында үлкен сын сен үшін не болады? Неден мысалы қорқасың немесе қандай бір уайымың бар? Әлде өте сенімдісің бе өзіңе? Жоқ, басқа елге бірінші рет барып тұрғандықтан шамалы қорқыныш болады. Бар қазіргі уақытта. Бірақ ол жаққа барып көрген кезде түсінем деп ойлаймын енді. То, что олар да тоже біз сияқты адамдар, қорқып керек емес. Қатысушыларға эксперттің қаншалықты маңызы бар? Қандай көмек береді сіздерге? Негізі эксперттер, иә. Өйткені әр қатысушыда бір не бар, сарапшылар бар, аха. Эксперттер өте маңызды деп санаймын. Өйткені біздің білмейтін қаншама техникаларымызды, қаншама навыктарымызды көтеріп, жұмыс сапасында ғана көмектеспей, жеке сапаларымызда көмектесті. Дисциплинаға, тайм-менеджмент. Сіздерді жалпы дамытуға ма, иә? Барлық жағынан. Иә, барлық жағынан бізді дамытып, көмектесіп, и психологический көмекте көрсетті, и жұмыс мамандық. Енді өзің жалпы халықаралық аренада Қазақстанның флористикасын қалай көрсеткің келеді? Бізге негізі жалпы мен осы жерге қосып кетсем, біздің қатысушылар ең маңызды бір дағдыларының бірі барлығы деп айтуға болады. Барғанда сол Қазақстан үшін, өз елі үшін намысын бермей, барынша жоғары нәтиже көрсетуге тырысады. Өз жұмысымен, өз қарым-қатынасымен оның барлығын бізге көрсетіп жүр. Сол себепті біздің қатысушылар біздің патриоттарымыз деп айтуға болады. Жалпы енді осы WorldSkills қозғалысы еліміздегі мынау техникалық және кәсіптік білімді дамытуда қандай бір әсер беріп жатыр? Өзгеріс енгізіп жатыр немесе? Бір өзгерістер әкеліп жатыр ма? Әрине, осы жылы біз WorldSkills-тың 10-шы, былайша айтқанда юбилейный деп айтады ғой, чемпионатын өткіземіз, республикалық чемпионатын. Және осы жылы халықаралық чемпионаттар, бізде 10-шы чемпионатта қатысудамыз. Енді ТЖКБ жүйесіне, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне түгелей өзгерткен бір қозғалыс болды. 10 жылдың ішінде WorldSkills білім бағдарламаларын жаңартты. Мен жоғарыда айтып кеткендей, әлемдік стандарттарға сай білім бағдарламалар жасалды. Соның нәтижесінде бізде дуалдық оқу дамып жатыр, шефство дамып жатыр. Жұмыс берушілер ТЖКБ ұйымдарында сапалы маман дайындайтынын көріп, қарым-қатынас түзеліп жатыр. Одан басқа колледждерімізде құрал жабдықтар сол стандарттарға сай жаңартылып жатыр, жаңа оқу шеберханалары құрылып жатыр. Сол себепті WorldSkills жалпы ТЖКБ ұйымдарының жаңа деңгейге көтерді деп айта аламыз. Жоғарыда атап өткендей, жүлделер бұл жай ғана жеміс, жағымды бір бонус, ал шын мәнінде сол жүйені өзгерту сол біздің басты. Ал жалпы жаңағы біздің студенттер, мен ойлайтынмын енді WorldSkills-қа бізде Қазақстан чемпионатын былтыр жеңген қатысушы барады деп. Яғни 3 жылдың ішінен таңдайды екенсіздер, жаңа естіп жатырмын. Ал студенттер қаншалықты ұмтылады қатысуға? Бұндай жарыстарға, WorldSkills-қа мысалы, ол өйткені оның өзіне де мықтының мықтылар іріктеледі ғой, оның арасында. Әрине. Сұраныс көп пе? Әрине сұраныс көп. WorldSkills-тың бір кемшілігі деп те атауға болмайды. Енді WorldSkills-ты біз көбінесе спорттағы олимпиадамен салыстырып отырамыз. Олимпиада әрине WorldSkills-ға қарағанда көп таралған, көп теледидарларда трансляциясы болады, сол себепті оны көп таниды.
Ал бізде WorldSkills әлемдік чемпионаттар теледидарларда трансляциясы жоқ. Бірақ сол WorldSkillsқа қатысқан бала, сол чемпионатты көріп, соның дәмін сезген бала, оған деген ұмтылысы, әлемде өзіні сол жұмысшы мамандық мықты маман екенін көрсетіп, дәлелдей алу олар үшін мықты мотивация деп айтуға болады. Яғни ақпаратты қолдау аздау. Енді аздау деп айтқан жарыс болатын кезде өзінің бір ерекшелігі бар ғой. Спортпен салыстырғанда, мысалы, спортты айтатын болсақ, ол жерде жүгіріп, кім бірінші жүгіріп келу болса, бұл жерде енді жұмыс жасап жатқан дәнекерді немесе флористтің жұмысын трансляция кезінде ол қаншалықты сапалы жасап жатқан түсініксіз. Сол себепті оның өзінің ерекшелігі бар. Бірақ оны ішінен сезген адам үшін ол бір керемет мүмкіндік, керемет қозғалыс. WorldSkills'тың республикалық чемпионаттан кейін үлкен кәсіп орындарға жұмысқа кірген, өз кәсібін бастаған біздің қатысушылар өте көп. Соңғы жаңалықтардың бірі біздің WorldSkills республикалық чемпионаттың жүлдегері және әлемдік чемпионаттың жүлдегерлерінің бірі қазіргі таңда WorldSkills Internationalға жұмысқа орналасып жатыр. Бұл да біздің мамандардың сапасының көрсеткіші деп айтуға болады. Біз негізі әлемді мойындатып жатқан, енді бізде әлемді мойындатып жатқан студенттер өте көп деген сөз ғой. Біз осы WorldSkills туралы осының алдында да бір подкастымызда әдемі сұхбат өткізген болатынбыз Еркебұланмен, өздеріңізде. Оның өзі әлемде мысалы көп үлкен енді жетістіктерге жеткен, қазір өзі оқытушы ретінде студент дайындап жатыр. Сенің ондай жоспарың бар ма? Болашақта өзің осы сала бойынша студенттерді дайындап, қатыстырғың келуші ме еді? Оқытушы болып колледжге. Әрине. Ол туралы ойландым көп. Мен үйреткен ұнатам, адамдармен жұмыс істеген ұнатам, флористиканы қатты ұнатам. Осының бәрін қосып, енді флористиканы үйретсем, бұл вообще керемет болатын еді. Тәжірибе алмасу ғой негізі таза, Жалпы, Еркебұлан сияқты бізде кезінде қатысушы болып, жүлделі орындар алып, әлемдік халықаралық чемпионаттарын көріп, қазіргі таңда республикалық чемпионатта бас сарапшының орынбасары болып жұмыс жасап жатқан жастар өте көп. Бұл әрине қуанақтыратын жағдай, себебі ол қатысушылар әлемдік чемпионатты көрген соң, ол жерде тәжірибе алған соң, біздің республикалық чемпионатқа WorldSkills'тың дамуға үлесі үлкен. Олар өзінің тәжірибесін сол жерде, сол құзыреттілікті дамытуға салады. Ал жалпы биыл енді білеміз, президентіміз жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Бұл жылдың енді берген бір ерекшелігі бар ма, қандайда? Бұл жыл сіздерге не берді? Жұмысшы мамандықтар жылы аясында өте көп іс-шаралар өткізілуде. Енді алдымызда да үлкен іс-шаралар күтілуде. Олардың бірі бірінші халықаралық түркі тілдес елдері арасында Turkish Skills чемпионаты, құдай қаласа, Ақтау қаласында өткізілгелі тұр. Оны біздің ел оқу ағарту министрлігі ұсынысымен жасалып отыр. Алғашқы рет өтеді. Ол Қазақстан үшін, біздің жұмысшы мамандықтар үшін бір жаңа бедел деп айтуға болады. Ол да жалғасын табу әбден мүмкін ғой, Әрине. Одан басқа осы жылы республикалық чемпионатта бізде әдетте 30 құзыреттіліктен сайыс өтеді. Осы жыл бізде жоспарда 50-ге дейін жеткізу. Бүгінгі таңда демеушілермен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Құзыреттіліктерінің саны 40-қа жетіп қойды. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүріліп жатыр. Ал EuroSkills'та қанша ел қатысады жалпы? EuroSkills'та жалпы ол қозғалыста 33 мемлекет, оның ішінде осы жылы Данияда 32 мемлекет бақ сынасады. 32 үздіктің арасынан енді біздің ел үздік болып көрінеді деген ойдамыз. Жалпы енді қанша құзыреттілік ол жақта 25-тен көп шығар? Біз тек 25 құзыреттілік бойынша барамыз, Әрине, ол жақта 25-тен көп. Біз өзіміз 25-ті
құзыреттілік бойынша ұсыныспен шығып, сол құзыреттіліктер бойынша қатысамыз. Енді бізде WorldSkills бойынша алда әрине әлі көп жұмыстар күтілуде. Соның ішінде оқу, жаттығу лагері, біздің қатысушылардың дайындығын, сапасын одан да жоғарылату мақсат. Тек қана кәсіби біліктілігін арттырып қана қоймай, тек қана психологиялық дайындығын шыңдамай, одан басқа мақсатымызда физикалық дайындығын, бағана біз айтып отқандай, бұл тек қана кәсіби шеберлігін көрсету ғана емес, соның ішінде тайм менеджмент, өз жұмыс орнын дұрыс дайындау, ұйымдастыру, сол сияқты ішінде әлі шыңдайтын моменттер көп. Сол себепті алда бізде әлі үлкен жұмыстар күтуде. Енді мені бір қызықтыратын тағы сұрақ, жалпы жеңіске жетсеңіздер, алтын, күміс қол алып жатқандарға былай айтқан кезде сый-сияпат бар ма, қарастырылған ба? Оларға енді ол не береді студенттер үшін? Жалпы осы күнге дейін нақты бекітілген сый-сияпат әрине жоқ. Әрқашан біздің жеңімпазды жергілікті атқарушы органдар, өзінің колледжі немесе демеушілеріміз өзінің сый-сияпатымен марапаттап отырады. Одан басқа кәсіпорындар өздеріне жұмысқа шақырып отырады. Әрине одан басқа оқу ағарту министрлігі біздің қатысушыларды алда марапаттау бойынша өз ұсынысымен үкіметке шығу жоспарлап отыр. Ол да оң нәтижесін табады деген үміттеміз. Оның үстіне биылғы жылы ол әбден мүмкін. Иә, әрине. Қолдау бар деп ойлаймын. Өтті Ержанға тағы да бір мотивация. Ержан, енді өзіңнің қасыңдағы достарыңа, бірге бара жатқан қатысушыларға айтарың бар ма? Біздің көрерменге дұрыс қолдау танытып жүрмі? Сіздер көрсін, қарасын, қолдау танытсын дегендей. Мен қатысушыларға, мен достарыма тек қана бірінші орын тілеймін. Даниядан медальмен келсін деп, көрермендерге бізді қарап жүріңіздер, бізге қолдау көрсетіңіздер. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Оларға айтарым, сіздер бүгін таң өзінде чемпионсыздар, сіздерден Қазақстанның намысын жоғары деңгейде қорғайды деген үміттеміз. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздерге көп рахмет, келіп алтындай уақыттарыңызды бөліп жарыс басталғалы жатқан сәтте көп рахмет айтам. Осылайша Қазақстан ұлттық құрамасы EuroSkills Learning 2025-ке тыңғылықты дайындықпен бара жатыр. Біздің жас мамандар ел намысын қорғап, кәсіби деңгейлерін көрсетуге ниетті. Келесі кездескенше құрметті көрермен, бәріміз ұлттық құрамаға сәттілік тілейік.